Баршаңызға сәлем. Бүгін балаларыңызға өте қатты ұнайтын киндер тортын пісіретін боламыз. Бізге жұмыртқа, сүт, қант, ұн, сұйық май, қопсытқыш, какао қажет. Алдымен жұмыртқамызды жарып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қантымызды салып, әбден миксерлейміз. Жұмыртқамыз аппақ болғанша, пена тәріздес болғанша, жақсылап 5-10 минуттай миксерлеп аламыз. Мінекей осылай көтерілу керек. 2 есе көлемде көтерілді. Бұл тек қана қант пен жұмыртқа. Міне осылай көтеріледі. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп аламыз. Ол үшін ұнға какаомызды қосамыз. Одан кейін қопсытқышымызды қосамыз. Араластырып, енді електен өткіземіз. Енді жұмыртқамызға аз-аздан ұнымызды салып, миксерлейміз. Бірінші қолымыз бен былай араластырып аламыз да, одан кейін миксерді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді сүтіміз бен майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Мінекей миксерлеп болдық. Осылай сұйық масса шығу керек. Бұл біздің тестамыз болады. Осындай сұйық массамызды противенге құямыз. Енді жан жағын силикон қасығымызбен тегістеп аламыз. Міне массамыз тегістелді, енді духовкаға пісіреміз. Духовкада 180 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Мінекей корждар дайын болып қалды. Оны білу үшін таяқшамызбен тексереміз. Таяқшамыз құрғақ болуы керек. Ал енді креміне творожный сыр кетеді. Мен осындай түрін қолданамын. Содан кейін сливки 33%-ық крем сливочныйды қолданамын. Одан кейін сахарная пудра, су және желатин қажет. Біріншіден тастай суға желатинді қосып, жақсылап араластырып, 10-15 минуттай жылы жерге қойып қоямыз. Енді ыдысқа творожный сырды қосамыз. Одан кейін сахарная пудра. Одан кейін сливкимізді қосып, үшеуін жақсылап миксерлейміз. Әбден миксерлегеннен кейін бізде қою крем шығады.
мінекей крем осылай қоюланады. Енді мына желатинімізді осылай қату керек. Желатинімізді еріту үшін біз газға кішкене қыздырып аламыз. Желатиніміз осылай ериді. Тек қайнап кетпеуі керек. Еріген желатинімізді кішкене суытып аламыз. Міне осылай болады. Кремімізге құйып, қайтадан жаймен миксерлейміз. Міне біздің киндер тортына қосатын креміміз дайын болды. Міне осындай болады. Піскен корждарымызды екіге бірдей қылып бөліп аламыз да кремін жағамыз. Жартысын жағып аламыз бірінші. Бәрін бірыңғай қылып тегістейміз. Одан кейін екінші коржды қойып, үстінен тағы да қалған кремді құямыз. Кремін жақсылап тегістегеннен кейін холодильникте 4-5 сағаттай қойып қоямыз. Мінекей тортымыз дайын болды. Енді бетін әдемілеу үшін осындай шоколад қолдануға болады. Ол үшін май мен шоколадты қосып, микроволновкада ерітеміз. Микроволновкада 15 секунд қоямыз. Одан шығарып, жақсылап араластырамыз. Егер де ерімесе, тағы да 15 секундқа қойып ерітеміз. Осылай тортымыздың бетін әдемілейміз. Мінекей киндер тортымыз дайын болды. Балаларыңызға жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!